Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ерекше рецептің құпиясымен бөлісетін боламын. Бүгін сіздермен мини чизкейк дайындаймыз. Ол үшін бізге алдымен песочная основаны дайындау керек. Оған 150 грамм кез келген печеньені осылай ұсақтап аламыз. Мен измельчительдің көмегімен осылай ұсақтаймын. Сіздер кез келген құралмен, оқтаумен ұсақтасаңыздар болады. Ұнтақталған печеньені осылай жеке ыдысқа саламын. Сары майды қосып, жақсылап араластырамын. Осылайша ұнтақталған негізі, яғни орысша айтқанда песочная основамыз дайын. Келесі бізде творожная основаны дайындаймыз. Оған 300 грамм творожный сыр, 200 грамм сливки, немесе сметана қоссаңыздар болады. 100 грамм шекер, ванилин және 15 грамм кукурузный крахмал қосамыз. Осылардың барлығын миксердің көмегімен араластырамын. Соңына қарай 2 жұмыртқаны қосып, венчиктің көмегімен араластыратын боламын. Осылай творожная основа дайын болады. Келесі біз пісіретін формамызды дайындайтын боламыз. Менде кекс пісіретін форма осындай. Оған кекс пісіретін қағазды салып, ұнтақталған основамызды осылай салып шығамыз. Барлығын біркелкі салып болғаннан кейін стаканның көмегімен басып шығу керек. Содан кейін творожная массамызды осылай құйып шығамыз. Қатты толтырмаймыз. Біркелкі етіп құйып шығуымыз керек. Пешті алдын ала 160 градуста қыздырып, 15-16 минут пісіреміз. Міне осылай пісіп шыққан чизкейкті 1-2 сағатқа суытып аламыз. Суып болғаннан кейін өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен осылай клубникамен әрлеп шықтым. Дәмі өте керемет. Әрі жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер осы рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ерке, сау болыңыздар.